Ассалаумағалейкум қадірменді көпшілік. Бүгіннен бастап біздің каналымызда мына флеш анимация туралы бейне сабақтар жүріледі. Назарларыңыз бізде болсын. Міне алдарыңызда көріп отырғандарыңыз флеш бағдарламасының терезесі. Ал мысалы үстіндегілері тізімдегі меню дейміз ғой, тізімдегі. Содан кейін сол жағында тұрған мына қатардағылар құрал тақтасы. Құрал тақтасындағы құралдарды қазір сабақ барысында бір-бірлеп қолдану барысында айта кететін боламыз. Сосын сабақтан соңына қарай бұның қазақша атау терминдері жасалған арнайы дайындап қойған дүние бар, оны көрсетеміз. Сосын мына тұрғанымыз таймлайн. Біздше болғанда уақыт белдеуі. Бұл өзі екі мазмұннан тұрады, бір оң жағы, сол жағы. Сол жағындағысын қабат деп атаймыз. Қабат, мысалы фотошоптағы қабат секілді. Керек болса қосып отырамыз, артық болса өшіріп отырамыз, немесе орнын ауыстырып отырамыз дегендей. Сосын ат қойып отырамыз. Цифрдың барлығы бір кескін немесе кадр соған уәкілдік етеді. Содан кейін мұны қазір бір бастайық. Бірінші ат қоямыз. Шар және серіппелеп тұрған бар екен. Бірінші мына тұрған алаңқының үлкен кішілігін да жасаймыз. Мына астында properties деген бар. Мұнда size үлкен кішілігі, жаңа арқау түсі, сол секілді. Мынаның үлкендігін сіздерге көрнекті болу үшін мен 800-ге 640. Сосын мына түсті арқау, қазақша арқау түс деп солай қолданып жүрмін. Немесе астар түс деп басқалай өздеріңіз қалай қолайлы солай қолдана беріңіздер. Осы арқау түсін мен тиіскем жоқ, ақ беті қала берсін дедік. Енді бұған жаңағы шар жасайтын бастаймыз. Шарды қайдан жасаймыз? Мұнда тізімдік қарасақ insert деген бар екен. Inserттің ішінде new symbol немесе control қосылған эпсилон қосып басуға да болады. Сосын мынандай терезе шықты. Мұнда жазамыз шар. Астыңғы график деген таңдаймыз. Окей, болды. Енді шар құрал тақтасындағы дөңгелек сызу құралын таңдаймыз. Shift қосып басамыз. Shift қосып басақ, мынау дөңгелек радиус, тең радиустағы түп дөңгелек болып шығады. Ал енді Shift жіберіп қалып тастасаңыз да былай кетіп қалуы мүмкін. Дәл сызу қиындау болады. Сондықтан Shift қосып басса дұрыс болады демекші мен. Мінекей шар сызылды. Әдеттегі жағдайда мынаның дәл шар секілді болып жаңағы 3D секілді көріп тұрда байқасаңыздар. Мен алдын ала дайындаған сол бойынша тұр. Бұл қалай дайындалады? Бұл жерде мына түс беру тақтасында қарауға тура келеді. Түс беру тақтасында осылай жасалған мынаны таңдаймыз. Сосын міне түрлері бар. Мұның ішінде radial деген таңдасаңыз жаңағы центрден басталып мына ортақашада түстердің белгісі екі құлып тұр. Бірінші ақ түсті құлып, ол ақ түсті құлып. Центрдің белгісі мысалы сары қоймада болатын. Екіншісі қарылтқан жаңағы. Содан бар осындай шардың түсі пайда болды. Сосын мұны неғұрлым центрге туралаймыз. Енді бастапқы алаңға қайтамыз. Бастапқы алаңға келсек ештеңе жоқ. Енді бұған жаңағы шары серіппеде тұрған шарды жасамақшымыз. Соған бір екі өс жасаймыз. XY деген. Ол үшін түзу сызық таңдау құралын басамыз. Сосын мына жерден түзу сызықтың түсін белгілейміз. Қара түс болсын. Мына жерден сызықтың жуан жіңішкелігін белгілейміз. Сосын
shift'ті қосып тұрып сызсақ сызығымыз түзу сызылады. Міне сол тәсілмен тағы да бір тігінен сызамыз, жаңағы көлденең сыздық. Сосын мына бірінші қабатта тұр, сондықтан бұған өс деп ат қояйын. Өс. Енді өске қойып басамыз да екінші қабатты ашамыз. Бұған серіппе деп ат қояйын. Серіппе. Қазір. Мындай ішкала шығарып қояйық. Бұлай бір сызық сыздық. Сыздықта сосын неге осылай өліп шықты да. Ол жерге тағы да бір сызық керек екен. Оны басамыз. Сосын артық жерін өшіріп тастаймыз. Артық. Мына жағы артық. Ал енді мынаумен бұлай сызық қойдым, қандай сызып алмау үшін, артық кем болып кетпеу үшін. Бұны қайдан шықты дегенде, мына шкала, мына жердегі view, сосын ішіндегі rules дегенді бассаңыздар, осындай сызықшы көрінеді. Сосын сызықшының ішінен осындай сызықтар, егер сызық керек болса, мұндай қымтатын тұрамыз деген. Ал енді қараймыз. Енді тартамыз. Тартамыз дейді. Сосын артық сызықтарды өшіріп тастаймыз. Бізге керегі ортадағы серіппегені. Қалдыналардың барлығы сол бастап пайдаланған түзу сызықтар, артық материалдар. Енді байқап көреміз. Барлығы бірігу керек. Бірікпей тұрған болса, ақырында біріктіріп жүреміз, жалғап жүреміз деген. Егер ол бірікпесе, әурешіліктер әкелуі мүмкін. Не істейміз енді? Серіппемізді таңдаймыз. Мынанша ждамыз. Мынаға келеміз. Ағал енді 30-шы орынға F6-ны бастым. F6 немесе оң жағын басып. Оң жағын басып көрдім. Insert keyframe. Сосын 15-шіге тағы да F6-ны бастырамыз. Ал енді мына астыңғы өз жоқ болып кетті, мұнда бар. Басқа жерінде жоқ. Ол қайды кетті. Көрінбей қалды. Оны барып көрсету үшін араға жай кескін пайдаланамыз. Өйткені ол ешқандай қимылдың керегі жоқ, өзгерістің керегі жоқ. Оған жай кескінде жарай береді. F5-ті бастақ болады. Немесе оң жағын басып, жағы мына нені insert frame деген бар. Екінші тұрған осында бастаңыз жай кескін пайдаланады. Ал
keyframe болса жаңағы маңызды кескін пайда болады. Мына нүктесі барлар маңызды кескін. Осы нүктеден бастап онда бір өзгеріс пайда болады деген сөз. Ал енді бұл серіппе жиналу керек, ашылу керек. Қалай жиналады, қалай ашылады? Бастапқыда жиналсын. Сосын ашылады, сосын қайта жиналады. Қайтадан жиналғанда мына 30-шыны қайтадан жинап жүруіңе болады. Олай жасамай, дайын жинап қойғанды көшіріп апарып салуға да болады. Copy frame. Мұнда келеміз де paste frame болды. Ал енді бұл әлі қозғалысқа ие болған жоқ. Қозғалысқа ие болу үшін ортасында мынау сентердің бәрін мұнда келіп қойып. Бұл үшін серіппе дегенді таңдаймыз. Мұны қабатты болсақ, осындағы барлық кескіндер таңдалады қара түске. Сосын төмен жағында properties сипаты twin дейді, екі ненің арасы деген сөз. Мына екі жаңағы маңызды кескіннің арасында не болу керек? Онда екі түрлі жағдай. Бірі орын ауысатын motion деген. Орын ауысатын жаңағы қозғалыс. Екіншісі пішіне өзгеретін қозғалыс. Мен осы shape дегенді бастым. Енді көреміз. Серіппеміз дайын. Енді оған шарды әкелеміз. Не істейміз? Мынаған құлып басамыз. Тағы бір қабат ашамыз да мына жердегі қойманың ішінен шарды сүйреп әкелеміз. Шарымызды сүйреп әкелеміз. Шарымызды сүйреп әкелеміз да осындай орынға қоямыз. Мына серіппеге құлып басып қойды ұмытпаңыз. Сосын бұның 15-ші орынға бір маңызды кескін, 30-ші орынға тағы да бір маңызды кескін. Енді бірінші кескінде пайда болу керек. Шарды былай жылжытамыз. Shift-пен бағыт батырмасын басамыз да, бағыт батырмасы. Бағыт бар ғой, оңға, солға, астыға, үстіге деген. Сондағы мына оңға деген батырманы, солға деген батырманы бассақ, солға жүреді. Оңға дегенді бассақ, оңға жүреді. Оларды жағдай қарай істетен қолданамыз. Қазір міне бірінші кескін шар орнына келді. Ал енді 30-ші кескінде осы арада тұру керек ол үшін не істейміз? Бірінші кескінді, маңызды кескінді көшіріп апарамыз 30-ші орынға. Copy frame. 30-ші орынға келеміз да. Paste frame. Ал 15-те мұны арада тұр. Енді мұны шар деп ат қойып қояқ. Енді мұны қозғалту керек. Бұл жаңағы секілді пішін өзгеру емес, бұл енді орын ауысу. Мынаны басамыз да. Астыңда twin деген ішінде motion басамыз. Сонымен енді мұның жаңағы соңғы бөлімді көру үшін қалай көреміз? Мына жердегі батырмына недегі титақтадағы control мен enterді қосып басыңыздар. Осындай бір өнім пайда болды. Бүгінгі сабағымыз осы. Назарларыңызға рахмет.